Сіздің пікіріңіз қандай? Мен сізге жалған ақпарат таратқаныңыз үшін жауапқа тартылуыңыз мүмкін екенін ескертемін. Міне, ол біздің адам. Ол экранда одан да жақсырақ. Жай ғана әдемі. Оның таланты бар. Ол өзінің ең қиын істерімен айналыса отырып, өзінің аты мен беделіне ие болды. Оны сонша адам жек көреді. Сондықтан адамдар сені пара алды деп айтады. Адамдар әрқашан көргісі келетін нәрсені көреді. Мен не айтсам да, оған ешкім сенбейді. Олар қандай да бір себептермен емес, жай ғана жақсы көреді. Тіпті сіздің сезімдеріңіз ешқашан қайтарылмайтынын біле тұра. Онда, Райк, мен сені жақсы көремін. Неліктен олар Рейк концертіне билеттерді аукционға қояды? Сіз концерттің индустриясына және тұтынушылардың құқықтарына нұқсан келтіретін билеттерді заңсыз қайта сатумен айналысып жатырсыз. Сіз қайда жүгіріп жүрсіз? Мен қазір қолымды алып кетемін. Айқайламаңыз және менің артымнан ермеңіз. Мұнда асығыңыз. Усон, көзіңді аш. Райк Усонды өлтірді. Оның басты күдікті екені анықталды. Біздің фирма сіздің агенттікке заңды қол. Ол Усонды өлтіруге қатысы бар. Менің қара күндерімде маған көмектескен жалғыз адам сен едің. Мен әнімді осында жаздым. Ол адамды өлтіре алмас еді, солай ма? Сіз ол туралы білмейсіз бе? Үшінші буын заңгерлері Кореяның тұңғыш президентінің өз отбасында. Ұлым осы іс арқылы саяси элитаға кіруге шешім қабылдады. Ақыл есі дұрыс, бұл сұмдықты кім шешеді? Мен сізге қарапайым сұрақ қоямын. Сіз Канусон мырзаны өлтірген адамсыз ба? Мен оны өлтірген жоқпын деп ант етемін. Бірақ егер мен оны қолға алсам, жағдай өзгеруі мүмкін. Бір ғана нәрсе қалды. Сені ешкім қорғағысы келмейді. Райк, танысқаныма қуаныштымын. Мен сіз туралы көп естідім. Сіздің клиентіңіз әлі де өзінің кінәсіздігін жариялап жатыр. Сондықтан оны сендіруге тырысыңыз. Бұл маған ұнамайды. Мен сізді таныстырып жатқанда, сіз кінәсіз деп таныласыз. Мен бұл мәселені шешемін. Түсіндіңіз бе? Қорғаушы тарап сотталушыны ұстамауға шақырады. Бұл ауырады. Бірінші раундтан бастап қарсы соққы беріңіз. Бірақ мен сізден әлі ешқандай шабуыл көрген жоқпын. Сіз біреумен байланыса аласыз ба? Кімге сенесіз? Өлтіруші. Сонда сіз оны өзіңізге алып кетесіз бе? Мен қазір оның адвокатымын. Сондықтан мен өз клиентімді соңына дейін қорғауым керек. Райк, қалайсың? Тым қатты. Мен жынды деп айтамын. Біз барлық жұмбақтарды шешкенше, мен сенің жаныңда болатынымды біл. Мен өлтіруші емеспін. Ол жаққа қалай баруға болады? Сіз досыңызбен қоштасуыңыз керек. Егер бармасаңыз, өмір бойы өкінесіз. Усон менің жалғыз досым болды. Мен оның нағыз өлтірушісін табу үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Менің өтірік айтқанымды қайдан білесің? Адвокат мен. Қандай қыз? Ол Рай кездескен адам. Олардың кесірінен қазір көңіл күйіңіз түсіп кетті. Ол да айтты. Мен саған өтірік айтқым келмеді. Мен жай ғана. Жасыруда өтірік. Кешіріңіз, маған көмектесе аласыз ба? Ал бала кезінде ол күліп жүретін. Онда Райк қылмыскер емес. Мүмкін емес. Рахмет. Сізге көп рахмет. Сіз 1 минутқа кете аласыз ба? Неге? Адвокат. Жақсысың ба? Сіз баяу жүре аласыз ба? Күте тұрыңыз, аяғыңыз ауырады. Сіз арқаңызды жұлып аласыз. Мен басқа біреудің қайғысын елемеуге болмайды. Ол мұнда тағы не істеп жүр? Олар бір-біріне кім? Олар кім болса да, маған неге бәрібір? Қолыңызды қозғалтуға тырысыңыз.
Бәрі жақсы. Аспанды мадақтаңдар. Сіз мен сияқты адамға сендіңіз бе? Мен саған сенемін және өзіме сенемін. Міне, қазір менің орным. Жүріңіз, бізде уақыт жоқ. Сізге сенетіндер бар. Олар сізге өте қажет. Біз сізді күтеміз, Райк. Менің күнім қиын болды. Мұның бәрі нені білдіретінін түсіндіріңіз. Егер мен Gold Boys тобының мүшесі Райк болмасам, сен мені бәрібір қорғаған болар едің. Сен маған сенер едің. Сіздің клиентіңіз адвокатсыз жауап алуға келіскен. Райк. Жұмыс. Бұл жұмыс, ал жеке-жеке. Сіз жұмыстан шығарылдыңыз. Ол бәрін лақтырып жіберді ме? Райк. Мен не істерімді білмей, саған келдім. Мені неге сонша жақсы көрдің? Бұл жай ғана адамдарға себепсіз ұнайды. Мен оның себебін білемін. Қызыл қалпақ. Мен саған бергенім. Мен сені танымағаным үшін кешір. Жақын болғаныңызға рахмет. Менің ойымша, бұл қазір тым ақылсыз және орынсыз болып көрінеді. Мен мұны жасыра алмаймын және жасырғым да келмейді. Мен сені жақсы көремін. Мен сені қатты жақсы көремін, балам. Маған басқалардың не айтқаны маңызды емес. Дәл қазір мен үшін ең маңыздысы бұл сен. Сіз осындасыз. Құдайға шүкір. Мен қатты уайымдадым. Мен сені қатты сағындым. Мен өте қуаныштымын. Әділдік іздеп, кінәсіздігін дәлелдеу еш кеш емес. Айтпақшы, менің жүрегім жұмыс істемеді. Мен сізді таңқалдырғым келді. Мені сағындыңыз ба? Мен сені қатты сағындым. Сіз не айттыңыз? Мен сені қатты сағындым.